Сәлеметсіздер ме, қымбатты оқушылар? Мен Шугурова Күнсұлу Оңғалиевна, Ақтөбе облысының білім басқармасы мемлекеттік мекемесінің Мақсұт Құсайынов атындағы Ақтөбе облыстық дарынды балаларға арналған мамандандырылған мектеп-интернаты коммуналдық мемлекеттік мекемесінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің жоғары санатты мұғалімі. Баршаңызды қазақ тілі сабағына шақырамын. 7 класстың қазақ тілі сабағындағы жеңіс күні ұлы ерлікке тағзым атты 9 бөлімінің тақырыбы қазақстандық ұшқыштар. Сабақтың мақсаты мәтіндік және графиктік ақпараттың мағынасына түсініктеме беру, мәтін құрылымын сақтай отырып графиктік мәтін түрінде берілген процесті сипаттап жазу, сөйлем соңында және сөйлем ішінде қойылатын тыныс белгілерін дұрыс қолдану. Сабақ тақырыбына орай сіздерге ұшқыш мамандығы туралы аз ғана ақпарат беріп өтейін. Ұшқыш негізінен әскери авиатор болып табылады. Азаматтық авиаторларды пилот деп атайды. Бұдан басқа эксперименттік авиация, яғни әуе кемесінің модельдерін сынайтын ұшқыштар категориясы бар. Ұшқыштар құрамы командир, бірінші пилот, екінші пилот, штурман және тағы басқалардан тұрады. Командир ұшақты басқарады, ұшу қону туралы және қиын жағдайларда экипаждың әрекеті туралы шешім қабылдайды. Әуе диспетчерінің рұқсатын алып, бірінші пилот ұшып қону жолағында ұшақты жүргізеді. Әуе кемесін дұрыс және қауіпсіз басқару үшін диспетчер хабарламаларының, аспаптар көрсеткіштерінің және ұшу сезімінің көмегі зор. Ұшқыш міндеттері: ұшу аппаратын кәсіби басқару, қауіпсіздік ережелеріне сәйкес жұмысты ұйымдастыру, метеорологиялық жағдайды талдау, алынған деректерге байланысты шешім қабылдау, ұшу алдында әуе кемесінің күйін қадағалау. Ұшқыш ғарышкер елбасына күн туған соғыс жылдарында да, бейбіт өмірде де ең мәртебелі мамандықтардың бірі. Ұлы отан соғыс жылдарындағы ұшқыштар: Вениамин Михайлович Милецкий, Нұркен Әбдірұлы Әбдіров, Виталий Иванович Королев, Талғат Жақыпбекұлы Бигелдинов, Григорий Сафронович Асеев, Евдоким Константинович Москов, Федор Анисимович Шатров, Василий Прокофьевич Синчук, Вячеслав Александрович Медноногов, тағы басқалар. Енді осы тізімдердің ішіндегі ерекше берілген атауларға, аттарға мән берейік. Талғат Жақыпбекұлы Бигелдинов, Кеңес одағының 2 мәрте батыры. Талғат Бигелдинов атында біздің Ақтөбе қаласында әуе қорғаныс күштерінің әскери институты бар. Ал Евдоким Константинович Москов пен Федор Анисимович Шатров Ақтөбе өңірінің Мәртөк және Мұғалжар аудандарының тумалары. Тәуелсіз Қазақстанның ұшқыш ғарышкерлеріне тоқталып өтсек: Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров, Талғат Аманкелдіұлы Мұсабаев, Айдын Ақанұлы Айымбетов, Айбол Әнуарұлы Бекмұхамбетов, Алмаз Тоқпақбаев, Руслан Аюпов, Талғат Ахметов, Сержан Игіліков, Бердіхан Агмуров, Тимур Машуров, Арман Бөнсебаев, тағы басқалар. Бұл тізімдердің алғашқы 3-еуі Қазақстанның тәуелсіздігі жолындағы тарихында ерекше аталатын есімдер. Тоқтар Оңғарбайұлы Әубәкіров Қазақтан шыққан тұңғыш ғарышкер, ұшқыш, Кеңес одағының батыры,
Қазақстан Республикасының халық қаһарманы, техника ғылымының докторы, профессор, Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің құрметті профессоры. Талғат Амангелдіұлы Мұсабаев қазақтың екінші, ал әлемнің 309-шы ғарышкері, техника ғылымдарының докторы, авиация генерал-лейтенанты. Айдын Аханұлы Айымбетов Алматы облысы Талдықорған қаласының тумасы, Қазақстан ғарышкері, халық қаһарманы. Осы жаңа тақырыпты игеріп, тапсырмалар орындау үшін бізге әрине әрқашан тілдік бағдар керек болады. Тілдік бағдар бойынша бүгінгі біздің тоқталатынымыз тыныс белгілері, яғни пунктуация. Тыныс белгілері тіл білімінде жазуға тән шартты белгілер жүйесі. Тыныс белгілерінің басты қасиеті айтайын деген ойды нақтылы, дәл түсініктетіп жеткізу, баяндалмақшы пікірді ала-құла етпей айқын білдіру. Ал қосымша қасиеті сөз тіркесімен сөйлемдерді айтқанда немесе оқығанда тілде байқалатын кідірісті білдіру, дауыстан тарылатын әркелкі құбылысты білдіру. Жазба тілде болсын, сондай-ақ ауызекі тілде болсын, тыныс белгілерін дұрыс қолдана білудің үлкен мәні бар. Тыныс белгілері мүлде қойылмаған немесе дұрыс қойылмаған мәтіндегі сөйлемді түсініктетіп оқу да, мағынасын түсіне білуде қиын. Тыныс белгілері дұрыс қойылмайтын сөйлемдерде ой күңгірттеніп, екіұшты болып, тіпті сөйлем құрамындағы сөздер синтаксистік қызметі жағынан өзгеріске түсуі мүмкін. Мысалы, бұл келген сол Есіл бойындағы Қарасарт ауылының жиені Жүсіп баласы Қожаш. Бұл сөйлемде сызықша қойылмаса, келген сөзі бастауыш қызметін емес, өзге мүше қызметін атқарып, сөйлемде берілетін ойға нұқсан келер еді. Бүгінгі өтілген жаңа тақырыпты игергендеріңізге қосымша ақпараттарды алғандарыңызға сене отырып, соған лайықты тапсырмалар топтамасын ұсынайын. Бірінші тапсырма 251 бетте А, Ә, Б бойынша шартты бойынша орындау, сабақ мақсатына орай. Екінші тапсырмада тілдік бағдар, тыныс белгілері, ережені қайталап оқу. Үшінші тапсырманың топтамасы 253 беттегі үшінші тапсырма. Шартты белгілер, тыныс белгілер тұрған жерге тиісті сөздерді қойып, сөйлемді құрастыру. Ал төртінші тапсырма әдеттегідей жаңа сабақтан алған білім мен білік дағдыңды пайдалана отырып, әдеби эссе жазу. Ұсынылған сілтеме бойынша тыныс белгілерді ретімен қолданып, тақырыпқа сай эссе жазып шығу. Бұл әрине өз қалауыңызбен орындалатын жұмыс. Тәуелсіз Қазақстанның ұшқыштары, соғыс жылдарындағы ұшқыштар туралы, сонымен қатар тілдік бағдар, тыныс белгілер туралы бекіту сұрақтары. Қалай ойлайсың? Ұшқыш болу үшін қандай талапқа сай болу керек? Қазақстандық ұшқыштардың қандай ерліктерін білесіздер? Тыныс белгілерінің қандай қасиеттері бар? Осы бекіту сұрақтарына жауап бере отырып, бүгінгі жаңа тақырыптан өздеріңізге жаңа дағды, білім мен білік алдыңыздар деген есептемін. Олай болатын болса, келесі сабаққа кездескенше назарларыңызға рахмет.